честно айтып жатырмын, енді өзім айта беріңіз. туғанымдай болып кеткен апатайым ғой, осы Қарағандыдағы. Сол кісінің жаңағы онкологиядан тұрып, оңалып, өз-өзіне келгенін көргенде мен Марин Хиллс компаниясына бірден тіркелдім. Тіпті мен әйтпесе сетевик емеспін. Уақытым да жоқ, шынын айтқанда. Оны жаңағы өзің артыңнан адам жинап, болмаса оны рекламировать етіп, оны ішпе, ондай жалпы уақытым жоқ ол нәрсеге, шынын айтқанда. Өйткені біздің көтеріп жүрген миссиямыз, жолымыз совсем басқа. Бірақ мен Әлиядағы результатты онкологиядан, химиядан кейінгі көрген кезде мен бірден тіпті эксперимент жасамастан Марин Хиллсқа бірден тіркелдім, және бүкіл продукциясын алып алдым. Енді менде қазір күлетін шығарсыз, бәрі тұр да, самсап тұр кәдімгі Алматыда, үйде, Астанада да бәрінде. Түгел алардың бәрі коробка менен, өйткені мен өзім результат көрдім. Енді қараңыз, жақында ғана мен Тараз қаласына барам. Таразда мен өте жақын араласатын ағам менен әпкем бар. Енді сыйлас кісілер. Ануар ағамызбенен Нұрбағила жеңеше. Нұрбағила жеңеше де жаман аурумен ауырып қалды. Ой, ол кісінің операция жасамаған жері қалмады, шынын айтқанда. Асқазанында жасады, алып тастады, мына жерінде үйтті, мына жерін біріне бірі жаман аурудан. Сөйтіп жүрген кезде осы Марин Хиллсті ішіп, бері оңалып, өткенде ғана осы 19 мартта бардым Таразға. Кәдімгі әпкем деген әп-әйбат болып қалған, Аллаға шүкір. Мен кәдімгі жақсы болыпсыз, Аллаға шүкір деп айтып жатсам, айгүл, мен Марин Хиллс компаниясында осындай витаминдерді ішіп жүрмін ғой, бетім бері қарады ғой, жақсы екен деп. Мен айтам, енді жарайды, сіздер, жарайды, Әлия бір ақшасын реклама жасады, жарайды деп қарай салыңызшы, бірақ айдаладағы, Тараздағы менің Нұрбағила әпкем оңалып беті қарап, бері қарап, әдемі отырған кезде мен айтам, шүкір. Бірінші, бір Алланың құдіреті болса, екінші, жақсы, дұрыс өнімді пайдалану. Ақшасын былай қойыңызшы. Қазір енді асқазан бір мусорный ящик емес қой, болмаса біздің жастар алдына не болса соны сала бермейсің, ойланасың. Мен мына соленый огурцы жеймін ба, жемеймін ба, мен мына витамин пайда бар ма, әлде жай бір капсула ма деп ойланамыз ғой, енді қазір сондай жастамын. Саналы күйде. Өзіңіз қандай нәтиже көрдіңіз, Айгүл ханым? Менің зрением өте қатты нашарлап кеткен, өте қатты. Мен не жақыннан астигматик бар да, менде астигматика. Алысқа жақында да фокус жоқ. Мен мысалы мына очки прогрессив дейміз, жартысы алысты көреді, жартысы жақынды көретін очки. Бірақ киемін да, мысалы битсем, жақын битсем, алысты көремін, сол бірақ кидім, шаршап кеттім. Енді оған мен мысалы Застераны тастадым.